қазіргі балаларда выбор көп, қазіргі балаларда оқуға да, көруге де, ұстап көруге де, көзімен бару, жаңағы байқауға да мүмкіндіктер көп қой. Біздің кезіміздің комиксі, біздің кезіміздің жаңағы мультигіл дейміз бе екен, біздің кезіміздің аттракциондары сол кітапхана болды негізі. Бірақ сол кітапты бір бұрышқа тақап тым бір кішірейткім келмейді. Сол негізі кітап баланың көкжиегін қатты кеңейтеді деп ойлаймын. Мынау видеодан, тиктоктан немесе инстаграмнан кәдімгі визуально көрген нәрселер адамның ойлау көкжиегін қатты кеңейте қоймайтын шығар деп өз басым есептеймін. Өйткені сен оқып отырған кезде бір көз алдыңа бір нәрселерді әкелесің. Бұл қандай болуы мүмкін деген сияқты бір қиялдайсың. Бұл қай жақта деген сияқты бір әртүрлі ойларға беріліп отырған кезде адамның бір қиялы бір қалықтап ұшып кәдімгідей шарықтап жаңағы бір армандауға, жаңағы бір мақсаттар қоюға, осыны көруім керек кейін ер жеткенде, осыны ұстап көруім керек, сол жерге баруым керек деген сияқты бір баланың көкжиегін кеңейтуге кітаптың пайдасы орасан зор деп ойлаймын. Бір арманшыл, бір шығармашылық жаңағы оқуға, журналистикаға келуімізге де сол кітаптардағы бір эпизодтар қатты әсер етті деп өз басым есептеймін.